14 жасқа толған балаларға арналған. Sonmen Miram 6 rет жеңіске жетті. Жеңістің соңғы жекпе-жегін есептегенде жеңісте 6 рет жеңді. Есеп 6-да 6 теңесті. Ал енді шешуші кезең. Егерде кімде-кім осы финалдық шешуші сайыста жеңіске жететін болса, осы бөлменің, ана бөлменің емес, там осы бөлменің жеңімпазы анықталады. Сіздер дайынсыздар ма? Иә, дайын. Олай болса, құрметті көрермендер, құрметті спортсүйер қауым, бүгін финал. Бұл финалды біз ұзақ уақыт күттік. Сонымен шаршалаңның көк бұрышында бой десе бойы бар, ой десе ойы бар, бас десе басы бар, шаш десе ішкен асын жерге қоятын, ұзақ уақыт ұйықтаудан әлемнің чемпионы Мейрам! Шаршалаңның қызыл бұрышында. Жоқ, қызыл бұрыш деме. Неге? Қызыл бұрыш ұнамайды. Жарайды. Олай болса, шаршалаңның қара бұрышында. Шахматтан әлемнің 12 дүркін чемпионы. 9 құмалақтан Қазақстанның 9 дүркін чемпионы. Барлық қолмен ойналатын ойындардан хас шебері. Жеңіс! Сонымен 1, 2, 3. Жеңіс! Мейрам! 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 Жеңіс! Мейрам! Мейрам! Жеңіс! Мейрам! Міне, бүгінгі 1 сағатқа созылған тартысты сайыста 7-де 6 есебімен жеңіске жеткен Мейрам! Жоқ. Мейрам ережені бұзды. Қалай? Қандай ереже? Күресесің ба тағы да? Кел. Олай болса, құрметті ханымдар мен мырзалар, шаршалаңның Қош. Шаршалаңның қызыл бұрышында. Айттым ғой, қызыл бұрыш ұнамайды. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгін финал. Егерде кімде-кім финалда жеңіске жететін болса, осы бөлмені, Ана бөлменің емес. осы бөлменің жеңімпазы анықталады. Ал жеңімпазы ешкім көрмеген, ешкім ұстап көрмеген, баға жетпес сыйлық күтіп тұр. Қанша миллион? Қайдағы миллион баға жетпес сыйлық? Сіздер дайынсыздар ма? Иә, дайынмын. Кел! 1, 2, 3. Қайда? Бас! Бәрекелді, мінекей, бұл бөлменің жеңімпазы анықталды. 8-де 6 есебімен жеңіске жеткен Мейрам! Реванш болады. Мен сені тағы жекпе-жекке шақырам. Жеңіске қызықсың. Сен қызыл бұрышты қара бұрышқа ауыстырмауың керек. Қайда сыйлықтарың қайда? Мәке, сыйлық деген не ғой? Қалайсыңдар жігіттер? Мейрам? Иә, тыңдап тұрмын. Құттықтаймын. Нағыз жігіт. Міне, 100-ден жүйрік деген осы. Шын жүректен құттықтаймын. Рахмет ағай. Сіз есіктің артында тыңдап тұрдыңыз ба барлығы? Мен саған әскерге шақырту алып келдім. Міне, ертең қалалық әскери комиссариатқа жолыңыз. Келіңіз. Жақсы, жігіттер, сау болыңыздар. Жақсы.
Ағай, Баға жетпес сыйлық деген осы. Жан. Мен саған айтатын бір хабарым бар. Менің келе жатқан туған күніме арналған керемет сыйлық па? Сыйлық, бірақ керемет емес. Мен саған айтқым келгені, айтқым келіп тұрғаным. Мира, мен сені түсіндім. Сенің сыйлық жасайтын ақшаң жоқ. Дәл таптың ба? Жауап дұрыс емес. Тұра тұр, қазір айтам. Жоқ, жауабын таба алмайсың. Кино. Не кино? Сен менің киноға бармайтынымды, жалпы киноны ұнатпайтынымды білесің. Сол себепті менің туған күніме киноға билет сыйлайсың, дұрыс па? Кино деген дұрыс. Бірақ кино дегенде қалай болды? Мән мағынасы жоқ, шытырман оқиғалы фильм, иә? Шытырман оқиғалы, бірақ мағынасы бар. Квентин Тарантино, Гай Ричи. Жан, Квентин Тарантино немесе Гай Ричидің киносы ма дейін? Тарантино да, Гай Ричи да ондай кино түсіре алмайтын шығар. Жұмбақтамай тез айтшы, Мирам. Мені әскерге шақырып жатыр. Не? Иә, бір жылдық әскери міндетімді орындап келем. Қалжыңдаймын деш. Өкінішке орай. Қалжың емес. Сенбеймін. Бар болғаны бір жыл. Бір-ақ жыл. Жан. Жігіттер, көңілді отырыс ұйымдастырайық. Көңілді отырыс па? Әлде көңілсіз отырыс па? Көңілді шығар. Көңілсіз отырыс деген не есімеп? Енді Мейрамның көңіл күйі болмайды ғой. Неге болмайды? Енді өзің ойлап қарашы, Мақсат. Бізге бәрібір. Біздің шаруамыз түгел. Ал Мейрам ше? Бір жылға махаббатымен қоштасады. Кешкі серуенмен қоштасады. Мына универмен де қоштасады. Кей кезде сырттан ренжісіп келсе, кегін бізден алушы еді, мына үшін оянбыз. Бізбен де қоштасады. Қазір отыра ма? Тұтқынға түскен жау сияқты басы салбырап. Дәл солай ұйымдастырайық. Мен сені айтқандай, Мейрамның тұтқындағы түрін көргім келеді. Досым, Мейрамнан бір рет жеңіліпсің. Дәл солай кек сақтаудан қажет жоқ қой. Ойын ғой. Иә, бір рет жеңілдім. Бірақ ол бізді 100 рет жер қылған шығар. Мақсат, сен білесің бе? Егер сені әскерге шақырып кетсе, Мейрам сенің көңіл күйіңді түсіру үшін, сені мазақ қылу үшін бәрін ұйымдастырар еді. Иә, ол жағынан мен жеңіспен келісемін. Енді? Менде бір ұсыныс бар. Бетейік, Мейрамның мәңгі есінде қалатындай отырыс ұйымдастырайық. Мен оның мәңгілік есінде қалатын сыйлық дайындаймын. Жігіттер, мен сендердің жоспарларынан қорқайын дедім. Мынауым қате емес пе, досым? Мейрам ол сыйлықты көретін болса, төбелес шығаратын сияқты ғой.
Бірақ мәңгі есінде қалады. Жігіттер, Әке, менің университеттегі тәртібім де, оқудағы үлгерімім де жаман емес. Мен сіздерді ешқашан ұятқа қалдырған емеспін. О не дегенің, қызым? Сен мектепте де үздік оқыдың. Ал қазір жоғары оқу орнының мақтанышына айналдың. Біз анаң екеуміз сені мақтан тұтамыз, қызым. Рахмет, әке. Жұлдыз, Ау, сен маған бірдеңе айтқың келіп отыр ма? Сезіп отырмын ғой мен. А? жоқ негізі. Жұлдыз, мен сені жақсы білемін. Айт. Жайшылық па? Әке, мен оқуымды басқа қалаға ауыстырғым келеді. Иә. Неге? Сол, неге екенін айта алмаймын. Бір мәселелер болып қалды ма? Жоқ, әке, себебін сұрамай қойыңызшы. Мен өзім солай ойландым, және осындай шешімге келдім. Қызым, олай болмайды. Мен сенің әкеңмін. Мен білуім керек. Оның үстіне үйдегі мамаңды сенің шешіміңменен келіседі деп ойламаймын. Әке, себебі бар. Бірақ оны мен дәл қазір айта алмаймын. Алдағы уақытта міндетті түрде білесіңдер. Ректормен сөйлесейін бе? Жоқ, әке, ректордың бұған түк қатысы жоқ. Әлде мұғалімдер ме? Жоқ, мүлдем олай емес. Енді не мәселе айтсайшы енді? Ту, әке, айтып тұрмын ғой, себеп бар. Тек оны алдағы уақытта білесіңдер. Мен дәл қазір сіздерге ештеңе айта алмаймын. Жұлдыз, қызым, айналайын. Сен маған айтасың бәрін. Барлығын айтасың. Содан кейін үйдегі мамаммен ақылдасып, бір шешімге келеміз. Жарай ма? Қазір мен тағы да шайға тапсырыс берем. Асықпай отырып, сен маған барлығын айт. Не болды, не жағдай? Кетістік па? Жоқ, әке. Айта алмаймын. Кешіріңізші. Бірақ сіздер келіссеңдер де, келіспесеңдер де, мен оқуымды басқа қалаға ауыстырамын. Жұлдыз. Сау болыңыз, әке. Қызым, Жұлдыз. Шынымды айтсам, бұрын соңды әскерге кетіп бара жатыр деген жігітке сыйлық беріпті дегенді көрмеппін. Бұрын соңды неше жігітті әскерге шығарып салып едім. Ту, Жан, бір сөзді іліп алады екенсің. Енді өзің ғой, көрмеппін деп отырған. Енді көрмесем естіген шығарым. Ендеше естідім деп айт. Жоқ, біз мұнда не үшін жиналдық? сонымен мейрамға қандай сыйлық тарту етеміз? Мен ойымша ең дұрысы, бәріміз бірге естелікке суретке түсіп, суреттің артына жақсы тілектер жазып, берген дұрыс сияқты. Мүмкін. Люба, сен қате жасадың. Сен экономист мамандығына түсуің керек еді. Жігіттер, сендер Әсем екеумізді осында мазақ қылу үшін шақырдыңдар ма? Әскерге кетіп бара жатқан сендердің достарың ғой. Біздің басымыз неге ауыру керек? Қыздар, қалжың ғой бәрі. Бірақ біздер шынымен сендерден кеңес сұрау үшін шақырдық. Олай болса, өз кеңесімді айттым. Қалған кеңестер ақылы. Тағы да айт десеңдер, пицца алып беріңдер. Құр шай ішіп отыра береміз бе? Дұрыс. Жан, сен шынымен де экономистке ауызшы. Сен қалай ауысасың, мен саған сол күні үйленемін.
Айтпақшы, Ерке мен Жеңіс қайда? Сендер неге олардан кеңес сұрамайсыңдар? Жеңістің өзі мейрамға ерекше сыйлық әзірлеп жатыр. Керемет. Қандай сыйлық? Құрсын. Басы жасай ма? Біз де таңғалып отырмыз. Мейрам ренжіп қалмасын. Ден дұрыс адам осындай сыйлық жасай ма? Не ол, айтыңдаршы? Барлықтарыңызға түсінікті ғой. Жылдамдатып кірісіңіздер. Енді тағы бір мәселе. Мүмкін кейбір мұғалімдерге жақсы жаңалық болар. Біздің Мейрамды әскерге шақыртыпты. Дұрыс болған екен. Әскерге барғаны дұрыс. 2 жылға ма? Жоға, 1 жылға. Қазір 1 жыл емес пе? 2 немесе 3 жылға барып келген дұрыс сөйлет. О балаға. Жарайды, қалжыңымен. Жалпы о баланың оқу үлгерімін ескеретін болсақ, әскерге барған дұрыс деп ойлаймын. Әрине дұрыс. О да біреудің баласы. Бірақ әскерге барса мінезі дұрысталама деген ер адамдық ойым ғой мен. Мен сізбен толық келісем. Осы бала өзгермесе, бір күнде оқудан шығуы мүмкін. Мүмкін. Ерке екені ерке ғой. Университетте қандай екен қайдан білейін. Жатақханада о баланың тәртібі жақсы сияқты. Ой, Майра апай, біз білеміз ғой. Сіз үшін жатақханада бірде-бір жаман бала жоқ, бәрі де періште. Расында да солай, бәрі жақсы. Енді Мейрамның кейде қателесетіні бар. Бірақ енді... Апай, бірақ әскерге барғаны дұрыс. Дұрыс, бұл оқу орнында Мейрам танымайтын адам жоқ шығар. Оның мінезін де жақсы білеміз. Ал енді Мейрамнан шаршаған мұғалімдер болса 1 жыл демалуға уақытыңыз бар. Кешір, қателеспесем, әңгіме Мейрам туралы деймін. Ендеше дәл келген екен. Некеңіз? Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Басын жасаймын. Басқа ештеңе таппадың ба? Енді біздің әншілердің әскер тақырыбындағы ән тапқан. Олар да қызық. Отан алдындағы борыштың не екенін түсінбей жүр. Енді міндетті түрде әскери ән қосудың қажеті жоқ қой. Әскери әнді ана жаққа барғасына тартындайды. Шамал көңілдерге ән қоспайсың ба? Жеңіс, тұра тұршы. Қайтадан кірші. Жеңіс, кір. Нау, әлгі сыйлығың ба? Ой, сұмдық қой мынау, құрсын. Сен нағыз кем екенсің. Қайда бәріміз қараш? Досым, сенің мына сыйлығында Мейрам көрсе, сенен өш алу үшін 1 жылдық әскерден 1 жыл бұрын ерте келетін сияқты ғой. Абайла. Мейрам, мынау бізден саған естелік деп беруге асығып тұрмын. Ой, бауырым, өз сыйлығыңды өзің біл, бізді араластырма. Жеңіс, біз өзіміздің сыйлығымызды дайындап қойғанбыз. Сәлем жігіттер, қыздар. Жігіттер, қыздар, мен құрметіме осындай кеш ұйымдастырғандарына рахмет.
Менің осындай достарым болғанына қуанышым шексіз. Қатардағы Мейрам жолдас. Төрлетіңіздер. Рахмет. Рахмет. Ал мәке, әскери борышын өтеу кез келген азаматтың отан алдындағы міндеті. О, көрдің бе? Отан деген сөзді үлкен әріппен жазып қой. Далаға лақпай тілегіңді айтшы. Мен өзім бүгін біліп отырмын, үлкен әріппен жазылатын. Мақсат. Жақсы. Құрметті Мейрам бауырым. Бауырымыз. Біз саған әскери борышыңды абыроймен өтеп келуіңе тілектеспіз. Біз сені сағына күтетін боламыз. Біздің атымыздан саған сыйлы Дженнифер Лопестің концертіне билет. Дженнифер Лопес келейін деп отырмын. Иә. Қашан? Жақында? Мен жерден кетемін ғой, Макс. Жоқ, сен әскерге барасың ғой? Жаңа жылда теледидардан қарайтын боласың. Мақсат. Жарайды. Ал енді мен сөйлейін. Ал Мейрам, шын жүректен қуаныштым. Әрине әскерде түнгі клуб, әдемі қыздар, түнгі серуен жоқ. Дегенмен қызық болады деп ойлаймын. Мен саған естелікке сыйлық дайындадым. Саламатсыздар ма? Кеш жарық. Ой, мынау не деген керемет отырыс. Мейрам әскерге кететін болған соң шамалы Жоқ. Менің ешқандай да қарсылығым жоқ. Тек бүгінгі отырыстарыңыздың тақырыбын өзгертуге тура келеді. Себебі Мейрам биыл да әскерге бармайтын болдым. Міне мынау әскери комиссариаттың шешімі. Жақсы, мен сендердің мазаларыңды алмай, сендер де көп отырмаңдар, жарай ма? Сау болыңыздар. Мейрам, жеңістің дайындаған сыйлығы осы. Мамаң да әнің де сәлем айтып жатыр. Жақсы. Керегіңді аласың, е? Рахмет, әке. Әке, менің айтайын дегенім... Қызым, мен бәрін шешіп қойдым. Сенің басқа қалаға оқуыңды ауыстыруға ешкім де қарсы емес. Мамаң да, мен де. Енді тек қай қалаға ауысқың келеді, соны айт болды. Жоқ, әке. Кешірім өтінем, әке. Мен тым артық кеттім. Білмейм, неге олай дегенімді білмейм. Қысқасы, мен ойымды өзгерттім. Ешқайда да бармайым. Осы қалада оқуымды жалғастыра беремін. Кешіріңізші, әке. Саған. Неге? Жоқ. Сен басқа қалаға ауысқың келсе, біз ешкімді қарсы емеспіз. Мамаң да қызыңның жолын байламайын деп. Жоқ. Мен ойланбай шешім қабылдадым. Ойланбай? Кешіріңізші, әке. Жұлдыз, сендер бәрі дұрыс па? Бәрі ойдағыдай. Бәрі жақсы, уайымдамаңыз, әке. Қазір сабағым басталады. Кешікпей баруым керек. Кешіріңізші, әке. Я? Сау болыңыз, әке. Жақсы. Сау жүр тек.
Болат Елебаевич, қайырлы күн. Ой, қайырлы күн деп бұны. Саулығыңызды тілеймін. Көп рахмет сізге. Көп рахмет деймін сізге. Иығыңызда жұлдыз саны көбей берсін. Сау болыңыз. Көргенде өзімді оятар сезімді, мөп-мөлдір тұп-тұнық көздерің. Сендегі кескін көшір алмас ешкім, сендей бола алар өзге кім. Әскери шақырту. Давай. Давай еще раз. Слава. Можно сначала? Секунд, дамасы. Мейрам әскерге кететін болған соң шамалы өзіміз контр істейміз. Так, это плохо. Еще раз. Битас шөкер кешірме. Әскерге барып... Әскери барған дұрыс. Әскери тәртіп керек. Пройдитесь по тексту. Бірақ бұл оқу орнында сөзім бар. Бірақ әскерге барған дұрыс. Давайте снова. Жақсы келеді. Жақсы, рас па? Кесімде. Давайте здесь дублем. Тебе... Дұрыс болады. Моторым қызбай қалсын. Давайте сейчас не останавливайтесь, сразу возьмите дублем. Мінезін дұрыстап келген, тәртібін дұрыстап келген дұрыс болар еді. Мен сізбен то келісемін. Ребята, давайте еще раз сначала в этом же дубле. Жараса